Мен 2 баланың анасымын. Ай сайынғы табысым 180 мың теңге. Бұл ақша тек азық-түлікке және балалардың қажеттілігіне ғана жетеді. Ақшаның жетіспеушілігінен моральдық және физикалық тұрғыдан өте ауыр болды. Менде 2 миллион теңге несие болған еді. Ай сайын 160 мың теңге төлеу керек болды. Жалақымның барлығы соған кететін. Кейін уақытылы төлей алмай қарыздар жиналып қалды. Коллекторлар күнде хабарласып маза бермейтін. Үнемі күйзелісте жүрдім. Олар қарызды қайта қарау үшін 600 мың теңге төлеуді талап етті. Мен үшін бұл мүмкін емес сома еді. Сол кезде мен қарызсыз қоғам жобасына жүгіндім. Олардың көмегімен қарыздың 4,5% ғана төледім, ал шарттар қайта қаралды. Енді мен ай сайын бар болған 30 мың теңге төлеймін, ал қарыздың өту мерзімі 4 жылға ұзарды. Мен үшін бұл үлкен жеңілдік болды. Қарызсыз қоғам жобасына алғысымды білдіремін. Сіздер адамдарға қарыздан құтылып, отбасына тыныштық қайтаруға көмектесіп жатырсыздар. Егер сіз де осындай жағдайда болсаңыз, тегін заңгерлік кеңес ала аласыз. Ол үшін профильдегі сілтеме арқылы тіркеліңіз немесе экранда көрсетілген телефон нөміріне хабарласыңыз.